Сәлем, егер менің видеоларым ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпа, және лайк, комментарий жазуды ұмытпа. Бүгін 8 сыныптың металдар және бейметалдар тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: жай зат деген не? Мысал келтіріңдер. Екінші сұрақ: жай заттар қандай топтарға бөлінеді, қай топтың өкілдері көп кездеседі? Бірінші сұрақтың жауабы: жай зат бір химиялық элемент атомдарынан түзілген зат. Жай заттардың молекулалары бір атомнан, мысалы неон, аргон, екі атомнан, хлор, сутек, оттек, үш атомнан, мысалы озон, немесе одан да көп атомдардан құралуы мүмкін. Екінші сұрақтың жауабы: жай заттар металдар, бейметалдар деп екіге бөлінеді, металдар көп кездеседі. Үшінші сұрақ: металдардың физикалық қасиеттерін атаңдар. Металдарға тән қасиеттер: қатты, яғни сынаптан басқасы, жылтыр және жылуды, электр тоғын жақсы өткізеді, иілімді, тапталғыш. Төртінші сұрақ: периодтық жүйеде металдар мен бейметалдардың орналасуын көрсетіңдер. Периодтық жүйедегі элементтерді металдар және бейметалдар деп бөледі. Негізгі топшаларда бордан астатқа дейін жүргізілген диагоналдың төменгі сол жақ бұрышында металдар, ал диагоналдың жоғарғы оң жақ бұрышында бейметалдар орналасқан. Сіздерге түсінікті болу үшін сызып көрсетейін. Бордан астатқа дейін сол жағы металдар, оң жағы бейметалдар. Бесінші сұрақ: жерде кең таралған бейметалдар мен металдарға 3-3-тен мысал келтіріңдер. Алтыншы сұрақ: периодтық кестені пайдаланып, үшінші периодта 8-ші топта орналасқан элементті атаңдар. Ол қай табиғи топқа жатады? Оның атомның құрамында неше протон және электрон бар? Бесінші сұрақтың жауабы: кең таралған металдарға темір, мыс және алюминий жатады. Бейметалдардың ішінде ол оттек, азот және де кремний. Ал алтыншы сұрақтың жауабы: аргон, яғни аргон инертті газ, оның құрамында 18 электрон және 18 протон бар. Аргон екенін дәлелдеу үшін сіздерге периодтық жүйеден сызып көрсеттім. Жетінші сұрақ: бос орындарды толтырып, сөйлемді аяқтаңдар. Периодтық жүйенің екінші периоды литий элементінен басталады да неон элементімен аяқталады. Периодтық жүйенің алтыншы периоды цезий элементімен басталады да радон элементімен аяқталады. Сегізінші сұрақ: периодтық кестені пайдаланып келесі элементтерді табыңдар. Асы: ең белсенді бейметалл фтор, ең жеңіл элемент сутек, ең белсенді сілтілік металл цезий, ең белсенді галоген фтор, дирижабльдерді толтыратын инертті газ гелий, атом радиусы ең кіші элемент фтор, ең жеңіл сілтілік металл литий, сүйек құрамына кіретін металл кальций, қалқанша безіне қажетті бейметалл йод.